Ассаламу алейкум барлықтарыңызға, қош келдіңіздер. Иман нұры марафонына қош келдіңіздер. Жалпы осы марафонда жасаған сауапты амалдарыңыз үшін сіздерге Алла разы болсын. Өте қуаныштымын. Барлықтарыңыз жиналыңыздар. Бүгінгі мен өзімді бірінші таныстырып өтейін, я. Мен Таймаханова Гүлбала Есенбекқызы, ЗОЖ врачпын негізі, диетологпын, нутрициологпын. Осы марафонда спикер болғаныма өте қуаныштымын. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Қош келдіңіздер барлықтарыңыз. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз ораза уақытында, ораза мезгілінде дұрыс тамақтану. Қалай біз дұрыс тамақтанамыз? Менюді мен сіздерге қазір түсіндіріп бергім келіп отыр. Жалпы қалай дайындалу қажет? Біз не үшін дұрыс тамақтануымыз қажет? Соның барлығын мен сіздерге қазір айтып беретін боламын міндетті түрде. Қош келдіңіздер барлықтарыңыз. Жалпы біздің ағзамыз, барлықтарыңыз білесіздер, осы 12 ай болса, 12 ай бойы жақсы қызметін өте мықты атқарып жатыр. Сондықтан ең болмаса осы Рамазан айында біз өзіміздің ағзамызға демалыс беруіміз қажет. Біз осы Рамазан айында егер шынымен де дұрыс тамақтанатын болсақ, оразаны ұстайтын болсақ, біздің тек қана асқазанымыз ғана тазармайды, біздің бүкіл ағзамыздағы барлық жасушаларымыз, яғни клеткаларымыз барлығы тазаланатын болады. Мен мына жерде комментарийді өшіріп қояйын, сосын барлығын түсіндіріп алайын, сосын сұрақтарыңыз болса міндетті түрде жауап беретін боламын. Жалпы осы Рамазан айында барлықтарыңыз ораза ұстап жатсыздар, оразаларыңыз қабыл болсын. Дәл қазір мен сіздерге тез ораза менюін түсіндіріп өтейін. Емізетін аналар да болуы мүмкін араларыңызда, жүкті әйелдерде болуы мүмкін, немесе қант диабетімен ауырып жатқан адамдар да болуы мүмкін. Ұстауға бола ма, ұстауға болмай ма, не істеу керек, қалай тамақтану керек, сол жайында мен сіздерге қазір толық түсіндіретін боламын. Дәл қазір менюмен разбор жасап өтейік тез. Бірінші күн өтті, енді екінші күннен бастайық бірден. Қараңыздар, екінші күннің менюін дайындалуы, яғни таңертең тұра салып міндетті түрде 2 стакан жылы су ішу қажет. Не үшін жылы су ішуіміз қажет? Өйткені біз ағзамызға қатты ыстық су ішуімізге болмайды, және де қатты салқын су ішуімізге болмайды. Өйткені біздің су ішкен кезде ол ыстық болатын болса, мына асқазанымыздағы шырышты қабаты бар ғой, асқазан ішек жолдарының, соның барлығы асқынып кетуі мүмкін. Сосын ертең асқазан жарасы деп жатамыз, язва деп жатамыз, сондай аурулар сіздерде пайда болып кетуі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде 40 градустан аспайтын жылы немесе комнатная температурадағы суды ішуіміз қажет. Міндетті түрде асықпай отырып, саллаллаху алейхи саламның сүннеті ғой, отырып асықпай ұрттап ішу. Дәл солай сіздер де міндетті түрде ішіңіздер. Одан бөлек су ішіп болған соң 2 штук немесе 3 штук құрма жесеңіздер болады, яғни финики. Міне, финики деген осындай болады. Осындай 2 штук алып жейсіздер. Содан соң сәл болсын бір 5 минуттай уақыттарыңыз дұға тілеумен өтсін, сәл перерыв береміз. Яғни су ішіп болған соң тамақтанудың алдында міндетті түрде перерыв беруіміз керек. Одан кейін міндетті түрде біздің таңертеңгі рационда міндетті түрде май болуы керек. Яғни дұрыс майлар. Дұрыс майлар дегеніміз қандай майлар? Яғни малдың майы, мысалы сүттен жасалған майлар, соның барлығын біз қолдансақ болады. Ең бастысы маргарин болмау керек. Маргарин болмау керек, немесе ГХИ май жасасаңыздар болады. Яғни сол сүттен жасалған майды бір қайнатып жіберсеңіздер, топленое масло болып шыға келеді, соны қолдансаңыздар болады. Соны сіздер хлебцыға қосып, жағып жесеңіздер болады. Бірақ осы марафонда, осы айда, Рамазан айында барынша нанды, ақ нанды жемеген абзал. Өйткені біз 12 айдың бір айында болсын өзіміздің ағзамызды демалдыруымыз керек. Өзіміздің ағзамызды тазалауымыз қажет. Өзіміздің ағзамызға детокс жасауымыз қажет. Жалпы осы Рамазанда ашығу ол бізге детокспен тең. Бүкіл ағзамызды тазалаймыз. Артық шлактан тазалаймыз, артық судан тазалаймыз, артық токсиннен тазалаймыз.
соның барлығынан тазаланады, клеткаларымыз жаңарады. Шынымен де жақсы нәтиже көргілеріңіз келсе, денсаулықтарыңызды мықты қылып алғыларыңыз келсе, міндетті түрде менюді ұстаныңыздар. Сосын хлебцы деп жазғам 2 штук, оны жесеңіздер де болады, жемесеңіздер де болады, өз еріктеріңіз. Балғын жемістер, яғни құлпынай, малина деп айтып жатамыз. Сіздер қатырып қоясыздар ғой, мысалы морозильникке қатырып қойсаңыздар болады, соларды жесеңіздер болады. Одан бөлек омлет, яғни сіздер омлет істеуге уақыттарыңыз болмайтын болса, омлеттің құрамы ірімшік, сүт, жұмыртқа, одан бөлек жаңағы азырақ тұз қоссаңыздар болады, май қоссаңыздар болады, асты қатып қалмайтын сковородкалар бар ғой, соған пісіріп алсаңыздар болады. Немесе егер асты қататын болса, мына айтып жатырмын ғой, қолдың сары майы, соны астына жағуларыңыз қажет болады. Сонда сіздер дұрыс омлетті жасап жегендеріңіз, яғни ол сіздерде жаңағы дұрыс тамақтануға жатады. Міндетті түрде барлығын орындаймыз. Одан кейін мына жерде жемісті шай деп жазып қойғам, таңертең. Қандай да бір шайды ішкенде міндетті түрде суытып ішеміз. Ыстық күйінде ішуге болмайды. Міндетті түрде жылы түрінде, немесе сәл салқындау түрінде ішсеңіздер болады. Жемісті әртүрлі жаңағы жемістерден қайнатылған шай, фруктовый чай болуы мүмкін, соның барлығын қайнатып, сәл суытып, солай ішуіміз қажет. Оны ішсеңіздер де болады, ішпесеңіздер де болады, жай су ішуге де болады. Ауызашар. Мына жерде 2 стакан жылы су, 2 штук құрма, 4-5 дана жаңғақ деп қойғам. Осының арасында жаңағы құрманы жеп аласыздар, жаңғақты жеп аласыздар, кешкі асты ішер алдын міндетті түрде 20 минут перерыв жасаймыз. Яғни сіздер ауыздарыңызды ашып болған соң жаңа дұға тіледіңіздер, немесе намаз оқып келдіңіздер, солай 20 минут уақытымызды өткізуіміз қажет. Содан соң барып біз кешкі асты бастауымыз қажет. Не үшін? Өйткені бізде жаңағы асқазан сөлі бар ғой, сол толықтай шығуы қажет. Сонда ғана біздің одан соң ішіп жейтін тамақтарымыз жақсы қорытылатын болады. Сол себепті міндетті түрде асықпай, намаздарыңызды оқып, дұғаларыңызды жасап, келіп кешкі асқа жаңағы қадам басасыздар. Түсінікті, мына жерде тауық етінен кеспе көже деген. Яғни тауықты біз тауық сорпасын қалай дайындаймыз, міндетті түрде қуыруға болмайды. Ешқандай жаңағы сұйық майды қоспаймыз. Міндетті түрде құрамында жаңағы тауықтың етін қайнатып аласыздар. Қайнатып болған соң бетіне көбіктері шығады ғой, соның барлығын алып тастайсыздар да, азырақ тұз қосып, керекті өздеріңіздің көкөністеріңізді қосасыздар. Пияз қосуға болады, қызанақ қосуға болады, болгар қосуға болады, болгарский деп жатамыз. Одан бөлек сәбіз қосуға болады. Соның барлығын қосып болған соң, барлығы дайын болған соң, бір 5 минут пісуіне 5 минут қалған кезде жаңағы кеспелеріңізді қосасыздар. Кеспені қосып, бір 5 минут қайнатып аласыздар, сіздердің кешкі астарыңыз дайын болады. Сосын оны жаңағы тостаққа құйып алған соң міндетті түрде қалағандарыңызша ас көппен әрлесеңіздер болады. Одан соң мына жерде салат деп жазып қойғам. Салаттың жаңағы дайындалуы әртүрлі. Қаласаңыздар қызанақ қоссаңыздар болады, қаласаңыздар қияр қоссаңыздар болады, қызанақ, қияр, ас көктер қоссаңыздар болады, зәйтүн майын қоссаңыздар болады. Зәйтүн майының сіздер жаңағы нерафинированный деп сыртына жазып қояды. Соны қолдансаңыздар болады. Сонда сіздердің жасаған салаттарыңыз пп болып шығады. Бірақ ешқандай жаңағы қуыру деген болмасын, жарай ма? Ешқандай майонез, кетчуп деген нәрселерді қосуға болмайды. Есте сақтаймыз міндетті түрде. Екінші күн түсінікті, Үшінші күнге өтейік. Үшінші күн дәл солай қайталанады. Мына жерде сырники деп жазылып тұр. Оны қалай дайындау керек екенін сіздер білесіздер, сүзбеден дайындайсыздар. Қанттың орнына бал қоссаңыздар болады, немесе қант алмастырғыш қоссаңыздар болады. Бірақ қантты қолданбаймыз. Осы Рамазан айында сіздер шынымен де денсаулықтарыңызды жақсартып алғыларыңыз келсе, қантты мүлдем қолданбаңыздар. Рационнан алып тастаңыздар. Ақ ұнды нандарды, жаңағы торт деп айтып жатамыз, әртүрлі тәтті тоқаштарды барлығын алып тастаймыз. Ең болмаса осы бір айда өздеріңіздің ағзаларыңызды демалдырыңыздар. Шынымен де осынша уақыт сіздерге қызмет етті ғой. Сосын мына жерде ауызашарға котлет 2 штук, гарнир 200 грамм
иә, күріш, яғни гарнирге сіздер күрішті қайнатасыздар. Күрішті қайнатқан соң азырақ сары май қоссаңыздар болады, немесе жаңағы азырақ тұз қосып қолдансаңыздар болады. Котлетті қалай дайындаймыз? Яғни фарш, фарш, тұз, бұрыш. Барлығын жақсылап араластырамыз да, біз оны жаңағы домалақ формаға келтіріп духовкаға пісірсек болады, немесе парға пісірсек болады. Бірақ қуырмаймыз, сұйық майға қуыруға болмайды. Одан ары қарай үшінші күн. Барлығы түсінікті, клюква шайын да түсінікті, сіздерге күнделікті қолданып жүрсіздер. Төртінші күнге өтейік. Төртінші күн тары ботқасы. Тары ботқасы қарапайым жаңағы сұлы ботқасы сияқты дайындайсыздар, яғни тарыны суға қайнатып аласыздар. Қайнаған соң үстіне сүт құйып араластырасыздар. Азырақ жаңағы тұз қоссаңыздар болады, немесе бал қоссаңыздар болады, солай араластырып, және де бір қасық сары май қосасыздар. Сары майды өйткені дәм беріп тұру үшін, міндетті түрде қосып, таңертең рационда міндетті түрде май болу керек. Сонда сіздерде запор деген проблема болмайтын болады. Сосын іш құрылыс ас қорыту жаңағы жұмысы жақсы жүретін болады сіздерде. Жақсы тазаланатын боласыздар. Астында ауызашарда кептірілген жемістер, яғни сухофрукты білесіздер, әртүрлі жаңғақтар, немесе жаңағы өрік, мейіз деп айтып жатамыз, қара өрік деп айтып жатамыз, соның барлығын аз-аздан жесеңіздер болады. Борщ, яғни борщты сіздер күнделікті жасап жүрген борщ қылып жасамайсыздар. Жаңағы айттым ғой, тауық сорпасы сияқты дайындаймыз, яғни етті қайнатып аламыз, сосын барлық көкөністерді салып, қызанақ салып, сосын ішіне қызылша да салуға болады. Бірақ ол көп салудың қажеті жоқ. Осы Рамазан айында да қызылшаны көп қолданудың да қажеті жоқ, өйткені қызылшаның құрамында да қант бар, білесіздер, Көбінесе оны іші қатқан адамдар қолданады қызылшаны, бірақ сіздерде ондай проблема болмаса, онда қоспасаңыздар болады. Сосын мына жерде көкөністі салаттар. Көкөністі салаттарға сіздер капуста қоссаңыздар болады, редиска қоссаңыздар болады, қияр, көкшөптер, жаңағы аскөк деп айтып жатамыз, Вот соның барлығын қосып, льняное масло, оливковое масло қалағандарыңызша аз-аздан қосып, араластырып, дәмді қылып жеуге болады. Бесінші күн өтейік. Бесінші күн. Мына жерде екі дана қайнатылған жұмыртқа. Негізі жұмыртқаны күнделікті қолданбайсыздар, күн ара қолдансаңыздар болады. Егер қандай да бір тағам болмаса, таңертең жұмыртқаның құрамында ақуыз, өте бай ақуызға, сондықтан сіздерге күш беріп тұрады. Шынымен де кешке дейін шөлдемейсіздер де, кешке дейін қарындарыңыз ашпайтын болады. Бірақ тек жұмыртқа деген соң, тек жұмыртқаны ғана жей бермейсіздер, одан жаңағы әртүрлі, мысалы енді жаңағы айттым ғой, омлет дайындасаңыздар болады, солай әртүрлі қылып дайындауымыз қажет міндетті түрде. Түсінікті, сорпасы, көкөністі салат, барлығы түсінікті. Рацион толықтай түсінікті сіздерге, мына жерде комментарийді қосайын. Осы жаңағы меню бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, мен сіздерге тез-тез жауап беріп өтейін. Сосын ары қарай қандай тағамдарды жеуге болады, қандай тағамдарды жеуге болмайды, оның барлығы мен сіздерге міндетті түрде айтатын боламын. Түсінікті, болды, ары қарай кеттік, Көп уақыттарыңызды алмайын. Нақты сіздерге көрсетіп өтейін. Қараңыздар, мына жерде қандай тағамдарды қолдануға болады. Қызыл ет, яғни қызыл ет, жылқының етін қолдансаңыздар болады, қойдың етін, ешкінің етін, түйенің етін, сосын қоянның етін қолдануға болады. Бірақ жаңағы сиырдың етінде көп токсин болады. Сиырдың етін қолданбасаңыздар тіптен жақсы. Егер мүмкіндік болмаса, әрине қолдануға болады, бірақ барынша осы еттерді қолданған абзал. Шынымен де жаңағы дұрыс еттерге осы еттер жатады. Құс еттері, яғни тауық еті, қаз еті, үйрек, бөдене, күрке тауық деп айтып жатамыз ғой. Соның барлығы еттер қолдануға болады. Дұрыс тамақтануда олардың барлығы құпталған.
Одан бөлек басқа еттер, жаңағы майлы еттер деп айтып жатамыз, ондайды көп қолданудың қажеті жоқ. Өйткені білесіздер, сиыр етінде жаңағы холестерин өте көп. Холестерин, яғни бүкіл біздің қан тамырларымыз, асқазан ішектеріміздің барлығын майлап тастайды да, сосын қанның жүруі нашарлайды. Қанның жүруі нашарлаған кезде бізде жүрек аурулары, жүрекпен жаңағы давление көтеріліп кетуі мүмкін, әртүрлі жағдайлар болып кетуі мүмкін. Міндетті түрде осы тағамдардың әрбірінің құрамына мән береміз. Осы тағамдарды сіздер алғанның өзінде, мысалы тауықты алған кезде, жаңағы жай ғана базардан барып сатып ала салмай, қолдан өсірген тауық немесе қолдан өсірген жылқы, қой деген сияқты натуральный продукт қолдану қажет. Сонда ғана сіздерде жаңағы өздеріңіздің ағзаларыңыз тазарып, артық шлактан, токсиннан, тұздан тазарып, жақсы эффект болады. Сіздерде бүкіл клеткаларыңыз тазаратын болады сол арқылы. Келесі, еттер түсінікті, сіздерге. Енді балыққа өтейік. Балықтың барлық түрін қолдансаңыздар болады. Бірақ тунецті қолдануға болмайды. Өйткені тунецтің, жаңағы білесіздер ғой, үлкен теңіздерде өмір сүреді, тунец. Оның ағзасында токсин өте көп. Сондықтан оны қолданбаған абзал, және де селедка. Не үшін селедканы қолданбаған абзал? Өйткені селедкада құрамында тұз көп. Тұз көп болғандықтан біздің жаңағы ағзамызға артық тұздың қажеті жоқ. Онсыз да біз күнделікті рационда өзіміз қолданып жүрміз, тамаққа қосамыз, салатқа қосамыз деген сияқты. Сол себепті жаңа артық тұздың қажеті жоқ. Біз ағзамыз артық тұздан да тазалануы қажет. Балық түсінікті сіздерге, Енді море продукты деп айтып жатамыз ғой, бірақ көбінесе ол қымбат келеді, бірақ шамаларыңыз келсе қолданыңыздар. Тамаққа қосуға болады, салатқа қосуға болады. Мысалы, крабовые палочки деп айтып жатамыз ғой, соның барлығын салатқа турап қоссаңыздар болады. Өте пайдалы, дәруменге өте бай. Улитка, креветки, мына жерде моллюски, барлығын қолдансаңыздар болады. Одан бөлек субпродукты, яғни жаңағы малдың басы болуы мүмкін, малдың ішек қарны, бауыры, берегі, және де құйрық майларды қолдансаңыздар болады, тілді қолдансаңыздар болады. Осының барлығын сіздер араластырып, жаңағы ет тартқыштан өткізіп әсіп жасасаңыздар болады. Әсіп білесіздер ағзаға қандай пайдалы екен. Сіздер соны қолдансаңыздар болады. Скумбрия балығы болады ма дейді? Әрине болады, қолдансаңыздар болады. Субпродукты түсінікті сіздерге, Келесі. Көкөністер мен жемістер, яғни барлық көкөністер мен жемістерді сіздер қолдансаңыздар болады, бірақ картошканы қолдануға болмайды. Не үшін картошканы қолдануға болмайды? Өйткені оның құрамында, біздің ағзаға зиян, жаңағы айтып жатамыз ғой. Мен дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Картошканың құрамында крахмал болады. Картошканың құрамында крахмал болады. Сол себепті, мына жерде комментарий düşіріп қоя салайын. Құрамында жаңа крахмал болғандықтан бізге ол қажет емес. Дұрыс тамақтануда одан бөлек қаншама жемістер бар, көкөністер бар, соларды қолдансаңыздар болады. Бірақ қараңыздар, жемістерде білесіздер құрамында глюкоза болады, яғни жүзімде айтсақ болады, мысалы жүзімде, қызылшада глюкозаның құрамы көп, яғни қанттың құрамы көп. Сондықтан мүлдем қолданбауға да болады. Егер қолданам десеңіздер, таңертеңгілік мезгілде қолдансаңыздар болады. Өйткені кешке дейін ол тез қорытылатын болады. Біздің таңертең жеген тамағымыз 8-10 сағаттың ішінде қорытылады, толықтай. Сондықтан міндетті түрде таңертеңгі мезгілде сіздер алмада жесеңіздер болады, бір штуктан, немесе бананда жесеңіздер болады, бірақ оны таңертең ғана жейсіздер. Ал кешкілік көбінесе клетчаткаға бай тағамдарды жеулеріңіз керек. Ол мысалы әртүрлі жаңағы шөптер, салатные листья деп жатамыз, одан бөлек әртүрлі жаңағы қияр, немесе капуста, соларды міндетті түрде тамақпен бірге қолдану қажет. Көкөністер мен жемістер түсінікті, сіздерге? Келесі.
Жетектерді сіздер таңертең жаңағы айттым ғой, мен сіздерге клюквадан чай жасасаңыздар болады, малинадан, вишня, черешня, клубника, бұның барлығын қолдануға рұқсат. Егер бар болса қолданыңыздар, бірақ таңертеңгілік мезгілде қолданасыздар. Тамыр жемістер, яғни сәбіз, сельдерей, редька, редиска, имбирь, васаби, бұның барлығын сіздер жаңағы кешке қолдансаңыздар болады. Сосын, мына жерде қараңыздар, жемістерді күніне бір мезгіл жеуге болады, тек таңертең. Мына жерде мен сіздерге барлығын көрсетіп қойдым, тек жемістерді. Бұл жерде көкөністер деп айтып отырған жоқпын. Сүт өнімдерін сіздер қолданатын болсаңыздар, жаңағы түйе сүті, бие сүті, ешкі сүті сіздерде иммунитетті өте жақсы көтеретін болады. Сол себепті таңертең жаңағы егер мүмкіндіктеріңіз болып жатса, түйе сүтін қолданыңыздар, бие сүтін қолданыңыздар, ешкі сүтін қолданыңыздар, бірақ сиыр сүтін қоспаңыздар. Не үшін? Өйткені сиыр сүтінде білесіздер, жаңағы көбінесе гайморитпен ауыратын адамдар немесе непереносимость болады, кей адамдарда жаңағы іші өтіп кетіп жатады, сондықтан жаңағы сиырдың сүтін емес, басқа сүттерді қолдануға болады. Ешкінің, биенің, түйенің сүтін қолдансаңыздар болады. Күнделікті таңертең бір мезгіл жаңағы бір стакан ішіп отыратын болсаңыздар, сіздерде артық токсиндардан тазаланасыздар, шлактардан тазаланасыздар, сосын иммунитеттеріңіз жақсы көтерілетін болады. Қазіргі таңда жаңағы вирустар көбейіп жатыр ғой, коронавирус деп жатырмыз. Соның барлығының алдын алу үшін міндетті түрде ораза уақытында иммунитетті түсіріп алмау үшін осы сүт өнімдерін қолданған абзал. Майларға келетін болсақ, бізде өсімдік майлары бар, және де жануар майлары бар. Өсімдік майлары, яғни кокос майы, зәйтүн майы, мұнаны сіздер скрин қылып алсаңыздар болады, сіздерге керек бұлар. Және зәйтүн майын сіздер салатқа қоссаңыздар болады, және де тамаққа, қуырғанға қоссаңыздар болады. Қараңыздар, экстра вирджин деп тұр, оны сіздер салатқа қосасыздар. Ал мына жерде романс ойл, олив ойл деп жазылып тұр, сыртында прям солай жазылып тұрады. Оны сіздер қуыруға қолдансаңыздар болады. Яғни біріншісі нерафинированный, екіншісі рафинированный, яғни тазартылмаған май және де тазартылған май. Тазартылған майдың мүлдем иісі де болмайды, жаңағы дәмі де болмайды. Оны сіздер қуыруға қолдансаңыздар болады. Ешқандай иіс шығып тұрмайтын болады. Сосын пальма майы. Оларды сіздер осы ПП-да салатқа қосып, немесе тамаққа қоссаңыздар болады күнделікті. Жануар майлары, яғни қолдың сары майы, соны тұшытсаңыздар да болады, жаңа ГХИ май деп жатамыз, Одан бөлек қойдың құйрық майы, оны сіздер тамақ қуырған кезде қолдансаңыздар болады, тоже пайдалы майларға жатады. Қаздың майы деп жатамыз, тауықтың майы, қойдың майы, жылқының майы, іш майлар. Оның барлығының іш майларын сіздер күнделікті тамаққа қолдансаңыздар рұқсат. Түсінікті, барлығы. Енді дәнді дақылдар. Дәнді дақылдарға келейік. Дәнді дақылдар күріш, гречка, тары, жүгері, маш. Оларды сіздер күнделікті қолданып отыруларыңызға рұқсат. Бірақ қолданардың алдында міндетті түрде сіздер оны суға замачивать етіп қоюларыңыз қажет, суға салып қоюларыңыз қажет, 2-3 сағат суда тұруы қажет. Сонда ғана сіздерге ол дәнді дақылдар тамаққа қосқанда пайдалы болады. Ешқандай өзінің, мысалы шаң болады деп айтамыз, немесе өзінің токсиндарын шығармайды тамаққа қосқан кезде. Міндетті түрде мұқият боламыз, осыларды қолданған кезде суға салып қоюды ұмытпаймыз. Келесі, жаңғақтар. Жаңғақтарды міндетті түрде жеудің алдын, сіздерге жаңғақтарды қолдануға болады дедім, бірақ тұздалмаған жаңғақтар. Ешқандай тұз қосылмаған жаңғақтарды қолдансаңыздар болады. Яғни суда жаңғақты жібіту уақыты 6-12 сағат. Міндетті түрде осындай сағатта сіздер жібітіп қоюларыңыз керек. Сонда ғана сосын барып жесеңіздер, ол сіздерге пайдалы болып келеді. Соны ұмытпаңыздар. Мына жерде комментарийді қосайын мен, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Сұрақтарыңыз бар ма?
сақталған эфирді осы жерде міндетті түрде сақтап қоямыз, Алла жазса. Естіліп тұр ма менің дауысым? Қыздар, беш бармақ бола ма депті. Жоқ, қыздар, беш бармақты жемеген абзал, өйткені ұнды тағамдар ғой. Сіздердің жаңағы міндетті түрде дұрыс тамақтану арқылы сіздер иммунитеттеріңізді көтересіздер, бүкіл ағзаны артық шлактан, токсиннан тазалайсыздар. Сол арқылы ғана сіздер жақсы нәтижеге жете аласыздар. Ал ұнды тағамдардан осы ең болмаса осы Рамазан айында бас тарта тұрыңыздар. Бірақ сіздер етті тағамдарды және қазы деп айтып жатамыз, оларды қолдансаңыздар болады. Болгарский перецті шикілеу жеуге болады ма дейді. Әрине болады, салаттарға қоссаңыздар болады. Қыздар, жылы суға малтып қоямыз. Барлығы түсінікті дейді, өте қуаныштымын. Қыздар, барлық шайларды ішсеңіздер болады, бірақ осы бізге пайдалы шайлар, жаңа айтып жатырмын ғой, каркаде чайы, жемісті чайлар, морс, соның барлығын жылы түрінде ішесіздер, бірақ ыстықтай түрінде ішуге болмайды. Давленияға шайды көп ішкен зиян ба? Сіздің жаңағы давлениеңіз жоғары болатын болса, мысалы көк шайды ішсеңіз, ол сізге пайдалы керісінше. Әртүрлі жаңағы самса деп жатсыздар мына жерде, беш бармақ деп жатсыздар, оның барлығы біздің ағзаға пайдасын тигізбейді. Меню, қыздар, алдағы уақытта міндетті түрде салынатын болады. Алғашқы 5 күнді мен сіздерге жаңа түсіндіріп бердім, қалай дайындалу керек. Соның барлығын ұстанатын болсаңыздар, шынымен де жаңа шаршамайсыздар, бастарыңыз ауырмайтын болады. Одан бөлек, қыздар, жаңағы сахарный диабетпен көп ауырып жатқан адамдар, ораза ұстауға болады ма, болмайды ма деп жатыр екен. Егер дәрігер жаңағы рұқсат беретін болса, онда ұстасаңыздар болады, ал егер рұқсат бермейтін болса, онда болмайды. Негізі сахарный диабет кезде ораза ұстаған негізі пайдалы, ағзаға пайдалы. Одан бөлек сіздер қосымша жаңа иммунитет түсіп кетпесін деп айтатын болсаңыздар, D3 витамині бар, дәрумені, омега-3 деп жатамыз. Соларды 2 мезгіл қолдануға болады. Таңертең, және де кешке қолдануға болады. Тамақпен бірге қолданасыздар, яғни майда еритін дәрумендер болғандықтан тамақпен бірге қолдансаңыздар болады. Мысалы, А дәрумені, білесіздер, көздің көруін жақсартады. Б дәрумені адамның есте сақтау қабілетін жақсартады, С дәрумені иммунитетті көтереді. Мына мен сіздерге келтірген жемістер, жаңғақтар, әртүрлі жаңағы тағамдардың барлығының құрамында осы дәрумендер бар, және де минералдарға өте бай тағамдар. Күнделікті меню бойынша ұстанатын болсаңыздар, сіздерде аш қалмайсыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болады міндетті түрде. Ауызашарға барған кезде меню сақтай алмай қаламыз ғой дейді. Ауызашарға барған кезде сол жерде жаңағы ПП салаттар тұрады. Мысалы, ет тамақ болатын болса, етін жеңіз. Сізді ешкім мәжбүрлемейді ғой ол жерде, қамырын же деп. Ораза ұстаған адам арықтайды ма дейді. Қыздар, жігіттер, бұл жерде арықтау мақсат болмау керек. Ең басты ниет жаңағы Рамазан айында оразаларыңыз қабыл болуын тілеңіздер. Балаға күнде кальций беру дұрыс па дейді. Міндетті түрде тексеру керек. Сіздер осы ораза басталар алдында жаңағы анализ тапсырғандарыңыз дұрыс болатын еді. Ферритинға, белокқа, қанға, жаңағы айтып жатамыз ғой, витамин D-ға. Мысалы, сіздер өздеріңіз мына араларыңызда білетін шығарсыздар, жаңағы нормаларын айтып өтейін, белок құрамы 77-тен жоғары болатын болса, онда жақсы, төмен болатын болса, ол дефицит деген сөз. Яғни толтыру керек құрамдағы жаңағы ақуыз. Одан бөлек ферритиннің мысалы мөлшері 80-нен жоғары болу керек. Сонда сіздер өздеріңіздің жаңағы иммунитеттеріңіз түсіп кетпейтін болады. Егер кем болатын болса, міндетті түрде қосымша дәрумендерді ішіп отыру қажет. Одан бөлек жаңағы D3 қанша болу керек деп жатады, 30 бен 100-дің арасында нормасы. Ал егер 20-30 болатын болса, ол дефицит. Ал 20-дан төмен түсіп кететін болса, ол мүлдем жаңағы авитаминоз деп жатамыз ғой, мүлдем қандай да бір дәруменнің ағзада мүлдем болмауы. Вот дәл сондай жағдай болып кетуі мүмкін.
мына жерде сұрап жатсыздар, низкий давление менде, низкий гемоглобин деп. Гемоглобин төмен болатын болса, міндетті түрде жаңағы рационда етті тағамдар, яғни қызыл бауыр тағамдар, соның барлығын сіздер қайнатып, ет тартқыштан өткізіп, әсіп жасап көбірек жесеңіздер, немесе қазы жесеңіздер, соның барлығы сіздерге пайдалы болады, ағзаға өте пайдалы. Ауыз ашқанда ыстық су ішу керек па дейді. Жоқ, ауыз ашқан кезде міндетті түрде суларыңыз жылы болу керек. 40 градустан жаңағы асып кетпеу керек. Қатты ыстық та болмайды, қатты салқын да су ішуге болмайды. Міндетті түрде жылы су ішесіздер. БАДы ішуге болады ма? Коктейль, белок пен и алоэ дейді. Негізі жаңағы коктейльдер, дайын коктейльдерді ішуге болмайды. Егер өздеріңіз жасайтын болсаңыздар, жаңағы смузи қылып, әртүрлі жемістерден жасайтын болсаңыздар, ішіне айран қосатын болсаңыздар, араластырып пп қылатын болсаңыздар, онда болады ішуге. Ал бір жерден сатып алып, жай ғана порошокты ішуге болмайды. Қара тымен капсуласын ішуге болады ма? Әрине болады, ішіңіздер. Сұрақтарыңыз бар ма мына жерде? Қара нан болады ма дейді. Қара нанды жеуге болады. Әсіп деген не дейді? Әсіп деген, жаңа айттық қой, малдың, бүйрегі, бауыры, жүрегі деп айтып жатамыз. Барлығын алып, жақсылап тазалап, ет тартқыштан өткізіп, күрішпен араластырып, ішекке салып, солай жасайды. Судың нормасын айтып өтейін, мына жерде су туралы сұрап жатыр екен. Суды, егер өздеріңіздің салмақтарыңызды 0,03-ке көбейтетін болсаңыздар, бір күндік норма суларыңыз шығады. Яғни, жаңағы менің нормам 2 литр болатын болса, мен 1 литрін таңертең ішем, 1 литрін кешке ішетін болам. Яғни, түнде де су ішсем болады. Осы ораза уақытында солай ішуге болады. Ал ораза емес күндері сіздер қарапайым жаңағы күндіз кешке дейін сол норманы орындап тастауларыңыз керек. 7-8-ге дейін кешкі. Сонда ғана жаңағы түнде сіздерде отек болмайтын болады таңертең. Газы бар сок ішуге болады ма дейді. Жоқ, ешқандай қанты бар жаңағы дүкендерде сатылатын суларды, тәтті суларды ішуге болмайды. Өйткені қараңыздар, сіздер осы Рамазан айына жаңағы дұрыс тамақтану арқылы өздеріңіздің иммунитеттеріңізді көтеруге, өздеріңіздің денсаулықтарыңызды жақсартуға келіп отырсыздар, Сондықтан міндетті түрде ойлаңыздаршы, 1 стакан тәтті суда 5 қасық қант болады. Одан да сіздер алыңыздар да жаңағы кептірілген көкөністерді алып, қайнатып, компот жасаңыздар. Компот жасағанда қайнатып болған соң, сіздер ол жаңағы компотты су тастарда суыған соң барып, бал қоссаңыздар болады. Балды қосып, араластырып ішсеңіздер, сіздердің ағзаларыңызға әлде қайда пайдалы болады. Шұбат қаншалықты пайдалы дейді. Шұбат біздің ағзамызда иммунитетті көтеру үшін өте жақсы, пайдалы. Шұбат сүті болса тіптен жақсы, егер болмаған жағдайда шұбатты ішсеңіздер болады таңертең мезгілде. Сәлематсыз ба дейді. Ауыз ашқан соң витамин ішуге болады ма дейді. С витамин әрине ішуге болады. Дәрумендерді ішуге болады. Иммунитетті көтеру үшін міндетті түрде ішу қажет. Егер сіздер анализдер тапсырып, жаңағы қорытындысында қандай да бір дәрумен жеткіліксіз болатын болса, соны қазір де ішуге болады. Бірақ жаңағы омега-3 мен D3 бар ғой, ол әрдайым профилактика ретінде күнделікті ішсеңіздер де зиян емес ағзаға.
балаларым газды су іше береді дейді. Сіздер ең бастысы қазірден бастап өздеріңіз дұрыс тамақтаныңыздар, сосын жай балаларыңызға үйрететін боласыздар. Бірден балалардың барлық тамағын шектеп тастауға болмайды. Арықтау үшін дәрі ішсе болады ма дейді. Жоқ, әрине болмайды. Ең бастысы сіздер рационда дефицит болатын болса, міндетті түрде арықтайсыздар. Есте сақтаңыздар, ораза сіздерге арықтау үшін емес. Ораза құлшылық айы. Оразада ниеттеріңіз дұрыс болсын. Әрдайым жаңағы салауатты өмір салтын ұстаныңыздар. Сонда сіздерде Алланың берген сіздерге денсаулықтарын мықты қылып ұстайтын боласыздар. Оразада күш қуат беретін дәрумендер ішуге болады деп естідім, оқыдым дейді. Әрине болады. Түйе сүтін пісіреміз ба дейді. Я, пісіресіздер. Сүттерді пісіріп ішесіздер, міндетті түрде. Барлығы түсінікті, я? Егер барлығы түсінікті болса, мен эфирді аяқтайын, я? Міндетті түрде эфирді сақтап қоямын. Сұрақтарыңыз болса, астына комментарийға жазсаңыздар болады. Сау болыңыздар барлықтарыңызға.